Мы встречаемся сегодня с нашей Ажекой. Самому взрослому нашему гостю 85, и самому маленькому. Ты что делаешь? Сколько? 2 годика? Да, 2 годика. Вот. Қазақша айтып жіберіңіз. Бүгін сондай жақсы күн, бұндай күндер жиі болмайды. Өйткені бәрі де заняты. Шерханы ғой жедел сатқа барады, анау мектепке барады, мыналардың бәрі жұмыста. Немере күйеу бала, менің туған күйеу балалар, мінекей ақсақал күйеу бала, қыздарым, Anar, Айдана, Чиха, Айсара, Аятхан. Смотри. О, правильно. Мен деген өте бақыттымын. Мына сияқты кісілердің әрқашанда қызметтері бар, жұмыстары бар, оқулары жақсы, ойлайтын ойлары кең, істейтін шаруалары көп. Бірақ біз бүгін бас қосып отырмыз. Оразаның 9-шы, бұл біз үшін үлкен мереке. Аружан, сен өзің қалай деп ойлайсың? Мен де солай ойлаймын. Осылай жиі кездесіп тұрайық. Сен сонау жақтан келдің әнекей. Павлодардан келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр, Ташкенттен келіп жатыр. Ішінде бір бөтен адам жоқ. Менің ең туғандарым. Біз бүгін осындай күн кешеміз. Мен бұны ең бақытты күндер деп ойлаймын. Ойлаймын емес, ең бақытты күндер. Осыны біздің миымызда мәңгі қалады. Міне, бәрі де. Давайте помашем все, помашем. Давайте. Помашите. Ну ладно, не получилось.